біздің министрлікке әлі ондай ұсыныс түскен жоқ. Егер ондай ұсыныс болатын болса, сіздер Біз мамандармен енді жұмыс тәртібінде қарастырамыз, заңға сәйкес қалай болатынын бұның бәрі. Оның бір рәсімі бар, шын айтқанда, бізде отандық кино туындыларды қолдау орталығы бар ғой. Олар сол жұмыспен айналысады. Бірақ қажеттілік болса, өзіміздің мәдениет комитеті бұл мәселемен айналысып, ақпарат беретін болады. сіздің ойыңызша 2 миллиард теңге қыз жібек. Бұны мен қазір нақты айта алмаймын, өйткені құжаттарын да көрген жоқпын, жоспарын да көрген жоқпын. Олар ресми түрде бізге берсін, біз мамандармен заңға сәйкес қарауымыз керек. Одан кейін ақпарат беремін. Мен қазір бірдеңені шын айтқанда айта алмаймын енді. Бұны қарастыру керек қой. Заңға сәйкес қандай жоспарлары бар нақты. Қандай жоба, қаншалықты ауқымды, қаншалықты заманауи. Бұның бәрін тұжырымдамасын әзірлеп қарау керек. Ол мамандар өз бағасын беру керек. Солай ғой. Одан кейін бірлесіп қарастырамыз. Қазір бірден ол қымбат немесе арзан айту қиын, өйткені құжаттарды көрген жоқпыз. Енді өзіңіздің ойыңыз, мысалы, сондай алтын қорды қайтадан сондай бәленбай миллиардқа түсірген дұрыс деп ойлайсыз ба, әлде оның орнында басқа фильм түсіру керек па? Біз енді шын айтқанда өткен жылдың өзінде былтыр 60-тан астам кино туындыларды қолдау тапты. Енді қазір олар биыл келесі жыл нарыққа шығатын болады. Олар ремейк емес қой бірақ. Жоқ, ол жаңа фильмдер, жаңа туындылар. Енді бұның жаңа қыз жібек туралы айтып отырсыздар ғой. Енді айту қиын, өйткені құжаттарды көрген жоқсың. Құжаттарды көрмей қалай бағасын беруге болады? Біз қарастырайық, қаншалықты қазір өзектілігі бар, қандай тұжырымдамасы бар. Енді құжатсыз, ресми ақпаратсыз бірдеме айту қиын енді шын айтқанда.